Сабақтан шыға сала Тереза, Уильям және Карл Питерге қарап қалады. Жасырынатын жер іздеген Питер мен Хайди атасының қыстақтағы үйіне тығылады. Бұл үйде Хайди сәби шағында тұрған болады. Атам ба? Хайди бұл үйден сәби шағы мен отбасы туралы біраз естеліктер тауып алады. Кейін атасынан көргендері туралы сұрап, әжесінің есімін біледі. Анна ма? Ол сенің әшең. Әжем жайлы айтып беріңізші. Менің ата-анам туралы да. Айтып берермін. Қасқырдан қорғану. Қайырлы түн, қымбаттым. Тереза, қақпаны ілдің бе? Иә, апа, іліп қойдым. Не болды сонша? Қасқыр! Қасқыр! Ай! Ата, шіркеу қоңырауы неге соғылып жатыр? Бұл дабыл белгісі. Қыстақта бір сұмдық болған шығар. Ол не болуы мүмкін? Кез келген нәрсе. Өрт, оқыс жағдай. Әжейге бірдеңе болуы мүмкін бе? Әлде Питерге ме? Кім білсін, Хайди? Түтін көріп тұрған жоқпын, демек өрт болмаған. Қайда барасың? Әжей мен Питер аман ба көріп қайтам, жарай ма? Еш қайда бармайсың. Бұл қауіпті болуы мүмкін. Бұл жағдайды қыстақ тұрғындары шешеді. Питерлердікіне барып, қалдарын біліп қайтам. Ал сен үйде боласың. Бірақ ата, сізге көмектесем. Расымен көмектескің келсе, айтқанды істе. Бірақ ата. Жақсы, үйде қаламын. Жозеф, сен Хайдидің жанында бол. Еш қайда кетуші болма, екеуің де. Кеше түнде біздің қоймадағы кептірілген еттер жоғалып кетті. Расымен қасқыр ма, Тереза? Бірақ ол ешкі жатқан қораға қалай кіріп жүр? Білмеймін. Тереза қақпаны жапқан болатын. Шамасы жабай қасқыр өткір тырнақтарымен сырманы ашып Ол алған. қасқырдың көзін жоюымыз керек. Тез арада. Өтінемін, қалай тыныштық сақтаңыздар. Қасқырлар еш себепсіз қыстақты кезбейді. Солай ма? Ендеше ол не қып жүр? Білмеймін. Алайда келуінің бір себебі бар. Тез арада қасқырларды қуып таудан асырып тастайық. Екінші қыстаққа келмейтін болады. Кешіріңіз, алайда қасқырды қорқытып қашыру арқылы балаларымыздың өміріне төнген қауіпті сейілте алмаймыз. Бұлай тәуекел етуге болмайды. Қасқыр ет ұрлағанын тоқтатпаса біз аш қаламыз. Оны ату керек. Сен барсаң, мен де барам, Йохан. Я, мен де барам. Ешкілерді қорғауымыз керек. Кешір, Питер, бірақ бұл үлкендердің ісі. Ай, балақай, ол өте қауіпті. Мен де барам. Қол көп болса, қорқынышты азаят демеуші ме еді? Қалауың білсін. Үйден қаруымды алып келем. Орманға кіре берістегі жол айрықта кездесеміз.
Жақсы. Аман есен екенсіздер ғой. Хайдиге сәлем айт. Айтамын. аға. Сәлеметсің бе, Бриджит? Аман саулықтарыңды біліп кетейін деп келіп едім. Питерге не болған? Бар себеп қоңырауда ма? Үйге кіріңіз, не болғанын айтып берейін. Қыстаққа қасқыр келді дей ме? Бір жағдай болған ғой. Қасқырлар әдетте қыс мезгілі таудың арғы бетінде Эдельвейс шатқалында өткізеді. Қыстаққа келмейтін. Бірақ енді алаңдаудың қажеті жоқ. Йохан, Ганс және Требер қасқырдату үшін кетті. Шайыңа рахмет. Бірақ менің кетуім керек. Хайди әлі далада жүрген болар. Қасқыр ол жаққа барады деп ойлайсыз ба? Білмеймін. Менің алаңдайтыным қолына қару ұстаған Йохан мырза. Уайымдама, Джозеф. Атам көп күттірмей келу керек. Қайда қарап тұрсың? Мына қоянның секіндісін ай. Джозеф, сен осында қал, жарай ма? Әйтпесе үркіп қашып кетуі мүмкін. Көжегім, қорықпасаңшы. Тоқта! Тоқта деймін. Көжегім. Қараңыздар, мұнда былай депті. Адам баласына қарағанда қасқырлар адамнан көбірек қорқады. Демек, ол қасқырға кесіріміз тимеу керек. Йохан, сіз не дейсіз? Оның қыстаққа келуіне бір нәрсе себеп болғаны анық. Сонда не істеуіміз керек, Требер мырза? Қасқырлардың тамағын біз атып алғалы бері олар ашырқай бастады, Требер мырза. Бірақ біздің амалымыз жоқ. Ал қасқырларды ойлайтын болсақ, аш Бірақ қаламыз. егерде біз... Жақындап қалдық. Егер түлкі аулауға шыққанымызда жақындаған болар едік, Йохан. Не? Бұл қасқырдың ізі емес. Бұның жарамайды, Требер мырза. Бұл саған оқушыларды айналамен таныстыру сабақ емес. Осы жолмен тік жүреміз. Хайди! Жозеф! Хайди! Хайди! Бұлай қарай, біздің мұнымыз жарамайды. Бұл түрімізбен қасқырды қалай таппақпыз, ізді жоқ қой. Ең бастысы аң секілді ойлап, иіс арқылы сезу керек. Және орманның дауысын ести білу керек. Қоян-ау, мұнша қашқаның не? Мен саған тиіспеймін. Қайда кіріп кеттің, қояным? Ол бізден қашып кеткен сияқты, Джозеф. Мәссаған! Не болды, Джозеф? Ой, кішкентай күшік. Ау! Қорқытушы болма. Ол не? Ой, байғұс күшік-ау. Жарақаттанып қалыпсың, қозғалма. Қазір аяғыңды босатам. Қорықпа, жарай ма? Қақпанға түсіп қалыпты, Джозеф. Мен оған көмектесем, ал сен сол жерде қал.
Qani, жүріңдер, жоғары көтерілеміз. Қорықпа, күшігім. Сен жарақаттанып қалдың. Ал мен саған көмектесем, аяғыңды қақпаннан босатамын. Рахмет, Джозеф. Сен ақылды итсің. Ашылмай жатыр. Бәрі жақсы болады. Маған бірдеңе керек. Мына бұтақпен қазір сені босатам. Аз қалды. Шыда, аз қалды. Әне, айттым ғой. Ой, сәл шыдашы. Аяғыңды таңып берем. Атам лақтың аяғын осылай таңған болатын. Хайди! Жоқ! Міне, осылай. Жақсы болды ма? Қатты таңып тастаппын. Қасқырдың баласы екенсің ғой. Мен бар болған оған көмектескім келді. Көрдің бе, оны қақпаннан босаттым. Жаралы аяғын таңып қойдым. Енді балаңды алуыңа болады. Саған кедергі жасамай. Ата! Мына жақтан шықты. Қане, соңымнан еріңдер. Хайди! Қозғалушы болма. Жоқ! Хайди, бері кел. Ата! Ата! Одан бұлай өздігіңмен кетуші болма. Ұқтың ба, қызым? Әлгі қасқыр тап берсеші. Бірақ мен бөлтірікке көмектестім ғой. Ол аяғын жарақаттап алыпты. Оған көмектесіп аяғын таңып қойдым. Сіз де ешкінің аяғын таңып едіңіз ғой? Сол секілді. Тыңда, Хайди. Бұл жерден кетейік. Анасы қайтып келуі мүмкін. Бірақ... Әне! Ақыры іздегенімізді таптық. Жоқ! Атушы болма, Йохан! Йохан, қаруыңды түсір. Бұл жерде кішкентай бала бар. Бәрі жақсы болады. Атам екеуміз саған қорған боламыз.
Бөлтірікке жақындаушы болма, Йохан. Бұл қыстақ тұрғындарының шаруасыға. Сіздің араласпағаныңыз дұрыс. Қазір сен қыстақта тұрған жоқсың демек, сенің араласпағаның жөн. Біз қыстақпен кішкенте балаларды қорғауымыз керек. Мына бөлтірік ешкімге шабуыл жасаған жоқ. Тіпті қыстақтың маңайына да жоламаған. Аға дұрыс айтады, Йохан. Бөлтіріктің шабуыл жасауға шамасы келмейді. Оның кішкентай екені рас шығар. Алайда келесі жылы бұл бөлтірік қасқыр болады. Сол кезде қыстаққа шабуыл жасамасына кім кепіл? Олай емес. Қасқырлар адамдар тұратын жерде мекендемейді. Олар әдетте таудың арғы бетінде, Эдельвейс шатқалында жүреді. Ол бәрібір жаралы. Одан да ол сырқатынан құтылсын. Ал біз терісін пайдаға асырайық. Олай жасай алмайсыз. Не деген қатыгез едіңіз? Ол да, анасы да ешкімге жаманшылық ойлаған жоқ. Енді бөлтірік жалғыз қалды. Бәрі әлгі темір қақпанның кесірінен. Қақпан? Алақ болма. Енді сенің анаң мен болам. Саған ешкім тиісе алмайды. Ганс, қыстақтағы жалғыз ұста сенсің. Мұнаны кім жасады? Иә, бұны мен жасадым. Қасқыр қапсын деп осында қойдың ба? Жоқ, мен қойған жоқпын. Ендеше кім қойды? Кімге сатып едің? Мәселе қақпанда емес. Сөзді қойып қасқырды табайық. Қыстақты қорғауымыз керек. Үніңді шыр! Сонымен Ганс, қақпанды қойған кім екенін білесің ғой, солай ма? Қақпанды тауып қораңа шапқан түлкілерге қоямын дегенің қайда? Иә, солай істедім. Бәлкім жақын арада қысқы үңгірлерін тастап, басқа жаққа қоныс аударатын. Қасқырлардың бәрін тұзағыңа түсіріп, терісін сатқан келген болар. Мен, жоқ, о не дегеніңіз? Бәрі сенің кесіріңнен болды. Қасқырдың бөлтірігі қақпанға түспегенде, ол қыстаққа ешқашан келмес еді. Мен бар болғаны... Ағзаш көздің өзі екенсің. Кешіріңдер, жарайды. Әйелім алаңдамай тұрғанда үйге қайтқаным дұрыс. Бөлтірікті қайтеміз. Ол жағын маған қалдырыңдар. Ал сендер жолдастарыңның қыстаққа аман есен оралғанын қадағалаңдар. Бұдан бұлай қақпан жасап бердеуші болма, Йохан. Есіңде болсын. Бөлтірікті осында қалдырамыз ба, анасы алып кетемін. Енді анасы келмейді. Адамдардың жүргенін байқап қойды. Енді ол үшін бұл маң тым қауіпті. Ендеше бөлтірікті өзімізбен біргеге алып кетейікші. Оған өзім қарай. Жоқ, Хайди. Жабаяң жабайы табиғатқа тиесілі. Енді өзіміз бүлдірген істі қалпына келтірейік. Ақыры жеттік. Қызым, бұл Эдельвейс шатқалы. Қасқырлар қысты осында өткізеді. Анасы келгенше осында күте тұрайықшы. Жоқ, оны табиғаттың еншісіне қалдырайық. Қане, бөлтірікті алыстан бақылайық. Жүре ғой.
бөлтірікті анасына қайтаруға көмектескеніңізге рахмет. Үлкен рахмет. Хайди, сен бөлтіріктің өмірін сақтап қалдың. Алайда сен мен үшін бәрінен қымбатсың. Бұдан бұлай өз өміріңді қауіп қатерге тігуші болма. Жарай ма? Уәде етемін. Бөлтіріктің анасы баласын ойлап қатты қайғырған болар. Баламды жоғалтып алдым деп ойлаған шығар. Иә, ал мен сені жоғалтқым келмейді, Хайди. Ата, мен де сізді жоғалтқым келмейді. Я, әрине, Джозеф. Сен де әрдайым қасымызда боласың. Келе ғой.